Жұмыссыз қалған уақытта мемлекет тарапынан жәрдемақы алуға болатынын білесіз бе? Жәрдемақыны кім және қалай ала алады? Толығырақ пайдалы инфода айтып беремін. Бірінші шарт әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы болу. Яғни, егер сіз келісім шарт бойынша жұмыс жасасаңыз, мемлекеттік жәрдемақыны ала алмайсыз. Ең алдымен сіз жұмыссыз ретінде тіркелуіңіз керек. Мұны электрондық еңбек биржа сайтында немесе жұмыспен қамту орталығы арқылы жасауға болады. Содан кейін egov.kz сайт арқылы немесе қосымшасы арқылы мемлекеттік жәрдемақыны алуға болады. Құжаттардан жеке куәлік пен өтініш қана қажет. Жәрдемақы мөлшері мен төлем мерзімі қорға әлеуметтік аудармалар төленген және еңбек өтіліне тікелей байланысты. Қызметкерге жұмысынан айырылған кезде әлеуметтік төлемдер тағайындалады. Оның мөлшері заң бойынша белгіленген ең төменгі жалақының 7 айлық мөлшерінен аспауы керек. Бұл 490 мың теңге. Бұл ретте 10% бірыңғай жинақтық зейнетақы қорынан шегерілетін болады.